Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. 1925 жыл. Абайды байшыл, ескішіл ақын деп қаралаған мақалалар көбейген кез. Осы тұста еңбекші қазақ газетінде Абайдың шығармашылық хақында жылы пікір білдірген мақала жарық ете қалды. Авторы Шығыс еңбекшілер коммунистік университетінің студенті Бейсенбай Кенжебаев. Ой, Қазақстанда қозғалыс болады. Мынау жерден жік шықты, екі құлағы тік шықты. Бейсенбай Кенжебаев деген кім бұл? Абайды сонша ақтап деп, осы жерде кәдімгі айтпаған сөзі қалмайды. Бірақ бала Мәскеуде. Сол жылдары Міржақып Дулатов әдебиет көрсеткіші деген кітап жазып береді екен. Сол әдебиет көрсеткіші деген кітапқа Бейсенбай Кенжебайұлының мақаласынан үзінді келтіріп, Абай халық ақыны, халықтың мұң зарын жырлаған, осылай деген пікірінен үзіп алып, Абай танудағы жаңа көзқарас деп жазып қойыпты. Міне осы алғашқы мақаласынан бастап-ақ Кенжебаев өзінің Абай халық ақыны деген ұстанымынан айныған емес. Кейіннен Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын жарыққа шығару үшін де өз басына қауіп төндіріп ерлікке барды. 1941 жыл. Ол кезде Қазақтың мемлекеттік біріккен баспасының директоры Ахмет Өтеев, ал бас редакторы Бейсенбай Кенжебаев еді. Бір күні Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Николай Александрович Скворцов баспаның директоры мен бас редактор шақырады. Ахмет Өтеев, Бейсенбай Кенжебаев. Сөйтеді, 41 жылы жоспарды қарап отырады да, мына жоспарларыңда Әуезовтің Абай романы бар екен. Абайдың өзі әрі-сәрі байтаптан жүрсіздер. Оның үстіне Әуезов сотты болған адам. 32 жылы сотталып шыққан адам. Коммунистік партияның мүшесі емес. Оның Абай романын қазір шығармай-ақ қоятындар. Баспаның басшысы Өтеев бұған басшылық қойды, ал бас редактор Кенжебаев романды қалайда жарыққа шығарудың амалын іздейді. Үйінде Қуандық Шаңғытбаев деген бала жүр екен. Ақтөбеден халық жауының баласы болып қашып кеп, Бейсенбай Кенжебаевтың үйін паналап жүр екен. Соған айтады, пуфайка киеді екен, куфайка. Соған Мұқаңның қолжазбасын ақырын қалтасына сап береді екен. Анау отырған қызға ленотопис деп аталады. Соған сағат 6-дан кейін бар да, 12-ге дейін осын бастыр. Сосын үйге алып кел дейді екен. Үйге алып келеді, Бейсекең екеуі отырып оқиды. Сөйтіп, қысқасы теріп, 1942 жылы мына кітап дайын болады. Сүйінші данасын қалталарына салып алып, Қуандық екеуі Мұқаңға келеді. Мұқаң үкіметтік аурухана бар екен. Сол жұқпалы дертке шалдығып, екінші қабатында емделіп жатыр екен. Сонда ішке кіргізбей, мұқа деп айқайлайды екеуі. Сосын Мұқаң, ой, бешім кеп қалдыңдар ма деп айтты дейді. Қалайсыңдар? Өстіп барып ауырып қалдым. Бейсекең қойыннан Абайды алып, Мұқа сүйінші Абай шықты депті. Сонда Мұқаң егіліп, төгіліп жылады. Сөйтіп Кенжебаевтың өз басын бәйгеге тігуі қазаққа Абайды тезірек таныстыруға себеп болды. Бірақ оның бұл әрекеті орталық комитетке ұнаған жоқ. Орталық партия комитетінің бұл көздегі хатшысы Мұхамеджан Әбдіхалықов. Бір күні Әбдіхалықов кітапты көріпті, оқыпты, Скворцовты көріпті. Бейсенбай баспаға телефондайды. Кім шығарды? Ахмет Өтеев айтады. Білмеймін, Бейсенбай Кенжебаев болсын шығарды, мен білмей қалдым, дейді. Бейсенбай Кенжебайұлы баспаның бас редакторлығы қызметінен босатылды. Бейсенбай Кенжебаевтың тағдырына үңілер болсақ, өмірде көрген азабы бір бұл емес. Ол қаршадайынан ақ талай қиыншылықты басынан өткерген жан еді. Бейсенбай Кенжебаев Ордабасы ауданы Бөген өңірінің тумасы. Туған анасынан 4 жасында жетім қалып, өгей шешенің қысымына шыдамай үйінен қашып шығады. Ташкентке барып, жалшы болған, біреудің атын қараған, кесек құйған, жалданып, сосын кейін бақша күткен,
енді көрмеген құқайы жоқ деуге болады. Сөйтіп жүргенде Орталық Азия мен Қазақстан жастар қозғалысының жетекшісі Ғани Мұратбаевпен кездеседі. Ол бұл кезде жетім балаларды оқуға тартып, интернатқа орналастырып жүрген болатын. Бала Бейсенбайды да көшеде қаңғып жүрген жерінен жетім балалар үйіне келеді. Мынау Ташкенттегі нөмір 4-ші жетім балалар үйі. Осында қазақтың кейін марғасқа азаматтары болған Бейсенбай Кенжебай, Өтебай Тұрманжанов, Жүсіпбек Арыстанов, Нұртас Оңдасынов, жетім балалар бәрі де осы жерде оқыған. Бұл кездегі Ташкент қандай қала? Ташкентте Түркістан автономиялы республикасы құрылған. Бейсенбай Кенжебаевтардың осы Қарғадайынан, Қаршадайынан ұлтшыл өскені, түркшіл өскені, ол жаңағы Түркістан автономиялы республикасының арқасында, сол республиканы құрған қазақтардың арқасында. Біздің алашордашылар оқулықтарының бәрін сол жерде жазған ғой, Ташкентте. Солардың өзін көру, сөзін тыңдау, олар жазған оқулықтарды араб әліпбиімен оқу, бұлардың көкірегіне от жаққан ғой. Бейсенбай Кенжебаев 1922 жылы Сталин атындағы Шығыс еңбекшілері коммунистік университетіне оқуға түседі. Онда Хошимин оқыған, сосын түріктің жалынды ақыны Назым Хикмет оқыған. Бейсенбайдың жарықтық айтып отыратын, ой бір оқты адам еді. Кейін де біраз уақыт араласып жүрді. Осы балалар Москвада оқып жүрген кезде Сәкен Сейфуллин барып кездесіп тұрады екен. Мәжит Дәулетбаев көбіне ұйымдастырады екен оны. Сосын кейін Тұрар Рысқұлов барып тұрады екен. Садықбек Сапарбек Тимирязев академиясында оқиды екен. Ол келіп тұрады екен. Осы секілді қазақтың бар игі жақсысы сол Москвада оқып жатқан жастарға келіп, қазақтың тарихы, қазақтың кәдімгі мәдениеті, болашағы туралы келелі кеңес өткізіп тұрады екен. Оның үстіне Әлихан Бөкейхановты қолайсыз адам ретінде Сталин Москваға шақыртып алған. Москвада тұрады. Смағұл Садуақасов Әлихан Бөкейхановтың қызы Лизаға үйленген. Олар да сол жерде жиі болып тұрады. Нәзір Төреқұлов болатын болса, Түркістан автономиясының кәдімгі ірі тұлғасы. Ол да бұл кезде Москвада. Москвада тұңғыш рет Шығыс халықтарының кіндік баспасы деген баспа ұйымдастырылған. Соның бас редакторы, бірінші кісі. Ол кісі Бейсенбай Кенжебаевқа қазақтың бейдеп сөздерін жинап, бұл фольклор депті. Ал қазақ тілі мен қазақ әдебиетін бір жыл ақын Мағжан Жұмабаев оқытады. Ол студенттерге мақала, шығарма жазуды үйретеді. Кенжебаевтың «Қыз бен таз» атты тырнақалды ертегісі Мағжанның ықпалымен жазылған еді. Ұстазының басына күн туғанда, қасынан табылғанда осы шәкірт еді. Бұл Мағжанға саяси сот жасатады ғой енді, студенттерге. Студенттер Мағжанды коммунист қоғамға шат ақын ретінде жамандап шығады. Сонда Бейсенбай Кенжебаев тұрып сөйлепті. Мағжан ағайды көзқарасына қарап, мүмкін әрқилы бағалауға болатын шығар, бірақ халықтың мұңын мұңдайтын, халықтың жырын жырлайтын Мағжандай ақын қазақта жоқ қой басқа. Біз ағайды неге бұлай балағаттап ағаш атқа мінгіземіз деп сөйлепті. Мен ойлаймын, бала Бейсенбайдың ең алғашқы тұңғыш рухани ерлігі осы ғой деп. Және бүкіл ғұмырына кеткен кәдімгі алтын тамыр осы жерде жатыр. Оқу бітірер жылы Бейсенбай Кенжебаев Орынбордағы қыздар гимназиясында оқитын Микамал есімді татар қызымен танысады. Гимназияда оқып жүрген кезде Микамал Мұхамедиярқызы Мұхамеджанованың кейін Кенжебаева болды. Микамал Меңжамал болып кетті. Ал енді ол кісі бір ауыз қазақша білмей кетті. Біздің әкеміз бір ауыз татарша үйренбей кетті. Жарық ұшты. Шыңғыс Шолпан Гүлнәр есімді үш перзент сүйді. Тұңғышының Шыңғыс атануы өз алдына бір хикая. Төреқұл Айтматовпен екеуінің дос болған сонша, егер екеумізден де ұл туса, атын Қан Шыңғыстың есімімен Шыңғыс қояйық.
Ал бірімізден ұл, бірімізден қыз туса, құда болайық дескен. Екеуінен де ұл туған, біреуінен Шыңғыс Айтматов, айдай әлемді өзіне табындырып өткен. Екіншісінен Шыңғыс Кенжебаев. Суриков атындағы көркем сурет академиясын бітірген тұңғыш қазақ. Он нас никогда не заставлял. Әкеміз әрқашанда біздің пікірімізбен санасатын. Бәрі өз ықтиярымызбен болды. Мамандықты да өзіміз таңдадық. Мысалы, мен химикпін. Бұның бір теріс жағы да болды. Қазір мен қазақ тілінде сөйлей алмаймын. Әкем филолог болса да, бізге қазақша сөйлеңдер деп талап қойған емес. Ощущаю недостаток. Бейсенбай Кенжебаев еңбек жолын журналист болып бастады. Атап айтқанда Жас Қайрат, Леншіл жас, Социалистік Қазақстан, Еңбекші қазақ, Кеңес туы, Оңтүстік Қазақстан газеттерінде қызмет етті. Баспасөзде Бейімбет, Ильяс, Ғабит сияқты жазушы журналистермен бірге істегенім маған жақсы үлгі, үлкен мектеп болған ет деп жазды ол. 1935 жыл. Жаппай қуғын сүргіннің қызып тұрған шақ. Шәкәрім, Міржақып, Жүсіпбек есімдерін ауызға алудың өзі қылмыс саналатын. Бейсенбай Кенжебаев болатын болса, ұлы ақын Александр Сергеевич Пушкиннің 1937 жылы келетін 100 жылдығын пайдаланып, 1935 жылы мынандай кітап шығарған. Пушкин избранное произведение дейді ме? Жинаған, құрастырған Бейсенбай Кенжебаев дейді. Қазақ тілінде латын алфавитімен басылған. Жұрт Шәкәрімге, Жүсіпбек Аймауытовқа тұтас Алашордаға қиянат жасап атқанда, Бейсенбай Кенжебаевты қас қайып, Пушкиннің атын жамылып, Шәкәрімнің, Жүсіпбек Аймауытовтың, тағы басқа Алашордашылардың шығармаларын осы жинаққа қосқан. Кейін сол үшін мына кітап шыққан, жарық көрген, тура алып кеткен. Шығармашылығы қазақ әдебиетінің тарихында Абайдан кейін көп талас тудырған ақындардың бірі Сұлтан Махмұт Торайғыр. Оны алашордашыл, ұлтшыл ақын деп айыптағандар да табылды. Бұған Бейсенбай Кенжебаев бей-жай қарай алмады. Бейсенбай Кенжебаев 30 жылдан бастап Сұлтан Махмұтқа жарты ғұмырын арнаған. Соны мен ойлайым ғой енді. Қаншама азап шексе де Сұлтан Махмұттан бір бойын тартпады. Бейсенбай Кенжебаевтың творчествосындағы қателіктер, Сұлтан Махмұт туралы сапасыз кітап деген сын мақалалар жазылып, алашордашыл ақынды зерттеген ұлтшыл атанып, Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің қаулысына ілікті. Бірақ бұл оның сағын сындыра алмады. Бейсенбай Кенжебаев 1946 жылы Сұлтан Махмұттан кандидаттық диссертация қорғады. Сұлтан Махмұттың ақындығы деп аталады. Ол мынау тұрмын экспозицияда. Осының алғашы 18 беті жыртылған. Неге жыртылған? Алғашы 18 беті жыртылатын себебі онда былай деп жазған екен. Қазақ әдебиеті жаңа әдебиет, тың әдебиет. Қазақ халқы ол Ресей, басқа елдер секілді тапқа бөлініп үлгермеген халық. Оның әдебиеті де тапқа жіктеп қарастыруға болмайды деп жазған екен. Ал енді ол жылдары таптық әдебиет жасауменен әуре болдық. Бейсенбай Кенжебаев 1953 жылы партия қатарынан шығарылды. Артынша Киров атындағы мемлекеттік университеттегі қызметінен босатылды. Қазақ әдебиетінің тарихы түрік қағанатынан басталуға тиісті. Неге 18 ғасырдан басталады? Қазақ деген халық, қазақ деген атау шыққаннан басталмайды. Ол түріктің бір бұлтағы ретінде жасаған түрік қағанатынан басталу керек. Архони Есейден басталу керек деп мәселе көтерген үшін ұлтшыл жарғысын тағып, Мұхтар Әуезов екеуін Әл-Фараби атындағы университеттен бір бұйрықпен қуып шыққан, Бейсенбай Кенжебаев үй қамағында отырған. Енді атуға дайындаған бейсен. Содан не аудармаға кітап бермейді, не бір мақаласын жарияламайды. Қасында жүрген достары безіп жан-жаққа қашып кеткен. Сонда бір азаматтың ерлігін айта кету керек. Ол Әбен Сатыбалдиев. Әбен Сатыбалдиев Полевойдың повесть о настоящем человеке деген шығармасын, сосын Гладковтың
балалық шаққа саяхат деп аталатын кітабын, осыларды өзінің атына келісімшартпен алып, Бейсекең аудартып нәпақа еткен. Сосын небір кітаптарын, әдемі кітаптарын Меңжамал шешеміз қойнына тығып алып барып базарға, ол кезде көне кітаптар сататын, қымбат кітаптар сататын, Букнис деп аталатын магазин болған. Соған апарып сатып, нан пұлын ажыратып отырған. Әні міне енді Бейсенбай Кенжебаевты атамыз деп отқанда, бұл кісінің бағына, коммунистік партияның сорына Иосиф Виссарионович Сталин қайтыс болған. Содан кейін Федоренко деген коммунистік партияның бақылау комитетіне хат жазып, ақталып Бейсенбай Кенжебаев қызметіне өпірім тәңірмен қайтып келген адам. Қазақ әдебиет тарихының бағына, қазақ әдебиетінің кафедрасын басқарып, сол кезде ешкімнің ойына келмеген, ішінде жүргенмен бірақ сыртына шығара алмай тұншығып жүрген үлкен бір ұлы тарихи мәселені қазақ әдебиет кафедрасы көтерді. Бұны көтерген Бейсекең бір күні кафедраның мәжілісінде: жолдастар, біз түріктектес халықтардан саналамыз. Бізбен бауырлас мынау татарлар, өзбектер, түркмендер, башқұрттар, мына қырғыздар, өзге де түрік халықтары өзінің әдебиетінің тарихын кешегі, бүгінгі біз айтып жүрген 18 ғасыр емес, арғы бірлесе жүрген дәуірден бастайды. Ол шынында солай. Ал қазақ халқының түрік қағанатын құрудағы орнын біз айтпасақ та тарих біліп отыр. Сондықтан біз бұл тарих, қазақ әдебиетінің тарих мәселесіне біз көзқарасымызды өзгертуіміз керек. Біз бұны зерттеуіміз керек деді. Бұл бағытта еңбектеген ғалымдар аз болған жоқ, көп болды. Бірақ олар кеңестік заманда ресми идеологияның айтқандарынан аттап өте алмады. Қашанда соған жалтақтап айтты барлық сөздерін. Мінекей соған қарамай, кез келген уақытта да нағыз ғылыми деректерге сүйеніп пікір айтқан адам Бейсекең болатын. Қазақ әдебиетінің тарихы ол деген Бейсекеңнің кезінде, ол кісі сабақ беріп жүргенде 17 ғасырдан Бұхар жыраудан басталады деген әңгіме болатын. Бейсекең бізге сабақ оқып жүргеннің өзінде ол бұл үстіртін пікір 17 ғасыр деген міне тұр. Оған дейін қазақта мықты әдебиет болды, мықты шығармалар дүниеге келді. Оны айтуымыз керек. Ол тарихи дерек, әдеби дерек. Ол ешқашан ұмытылмайды. Бірақ біз соны уақытында дер кезінде айтып, мына сендерге жеткізуіміз керек дейтін еді. Сөйтіп жүріп Бейсекең қазақ әдебиетінің тарихын ол жылжытып апарып, Архон Енесейге дейін алып барды ғой. Кенжебаев өз өмір сүрген кезде қазақ әдебиетінің де аяқ алысын жіті бақылап отырды. Қазақ кеңес жазушылар ішінде ғалымның пікір білдірмегені жоқ. Сәкен Сейфуллин, Илья Шансүгіров, Бейімбет Майлиндерден бастап Ғафу Қайырбеков, Өтежан Нұрғалиев, Жұмекен Нәжмеденов, Қадыр Мырзалиев сияқты жас ақындардың туындыларына ағалық пікірін айтты. Ал Темірбек Қожакеев, Мырзатай Жолдасбеков, Рымғали Нұрғалиев, Мұхтар Мағауин, Алма Қыраубаева сынды білікті ғалымдарға ғылым жолында бағдар берді. Сен Алтын Ордаға дейін әкелуің керек әдебиеттің тарихын. Ал Алтын Орда кезеңі, сосын мына біздің ол кезде мына жыраулар поэзиясының өте бір қарқын дамыған кезі, жыраулар поэзиясын мен Мұхтарға берем деп, Мұхтар Мағауинді аспирант етіп алды менен кейін. Оның кейін Рымғалиді алды аспирант етіп, Нұрғалиев. Оның кейін бізге ескі тақырыпқа мұсылман дәуірінің әдебиетін тереңірек зерттетуге университетті үздік бітірген біздің шәкіртіміз, біздің де Алма Қыраубаеваны алды. Оның кейін Құлбек Ергөбековті алды. Қарап отырсаңыз, көреген деп айтуға болады. Жалпы Бейсекеңнің бір үлкен ерекшелігі болды. Шәкірттерін алғанда, шәкірттерін барлығын революцияға дейінгі дәуірге жіберетін еді. Мысалы үшін мен алайық. Мен оқуды бітіріп аспирантураға келгенде Бейсекеңе тақырыпты қайдан аласың дегенде, мен Мұқағали Мақатаевты аламын дедім. Бұл 72-ші жыл. Бейсекең күледі,
жоқ, мұқағалиға кейін келесің ғой, бірақ егер менің тақырып алатын болсаң, сен көне дәуірден аласың дейді. Революцияға дейінгі қазақ әдебиетінің тарихын зерттейсің деді. 1967 жылы мен қорғамай тұрып, үлкен дау таластың нәтижесінде біздің кафедра жеңіп, бізде Марғұлан бар, біздің жағымызда Есмағамбет Смайылов бар. Сөйтіп, Госкомиздаттың министрінің алдында талқылап, ертедегі әдебиет нұсқалары деген кітап шығардық. 1967 жылы мектеп баспасынан. Сол кітап шыққаннан кейін Мәскеуде шығатын өте беделді «Вопросы литературы» дейтін журнал осы кітап туралы бір мақала берді. Сонда сол мақалада «С выходом в свет этой книги история казахской литературы углубилась на целых 12 веков» деп жазды. Міне, менің ар жағымда Бейсекең, соны жүзеге асырған кісінің бірі менмін. Біз қазақ әдебиетінің тарихын сөйтіп, 12 ғасырға тереңдеттік. Әрбір адам аттаған сайын Бейсекеңнің академик болмаса да қарапайым Қазақ университетінің кафедра меңгерушісі профессор Кенжебаев жеңіске жетіп отыр деуге болады. Ал өткен ғасырдың 70 жылдары бұл концепция толық жеңіске жетіп, мысалы жоғарғы оқу орындарында оқу бағдарламаларына еніп оқытыла бастады, кейіндеп мектеп бағдарламаларына да кірді. Міне қазір бүкіл әдебиеттану ғылымы сол Бейсенбай Кенжебаевтың ұстанымы бағытында жұмыс істеп жатыр деуге болады. 1982 жылы әдебиет зерттеушісі Құлбек Ергөбек ұстазының үйіне көшіп барады. Бұл кезде бір қолы, бір аяғы жансызданып қалған ғалым қатты науқас еді. Шәкірті ақтық дем үзілгенше жанында болып ақтық сапарға өз қолымен арулап аттандырды. Ел болатын болсақ, ертең ашылатын тұлғалар мынау. Халық қайтып жылап көрсет бұл тұлғалармен. Бұлар халықтың рухани көсемдері. Сол кезде менің мына естелігімді жариялатарсың деп, Мағжан Жұмабаев жайлы ұстаз, Жүсіпбек Аймауытов жайлы телегейтеңіз, Міржақып Дулатов жайлы Мірдің оғында еді деп аталатын 3 естелігі маған беріп кетті. Мен оны мына бүгінгі жас алаштың Ленин шассында 80 жылдардың аяғында жарияладым. Бейсенбай Кенжебаев қазақ әдебиеттану ғылымының барлық саласында дерлік қалам тербеген әдебиетші. Ғалымның атын шығарғанда, оның есімін қазақ ғылымының тарихына алтын әріптермен жазғанда, ұлттық әдеби мұрамыз жайлы еңбектері. Ол жарты ғұмырын Әл-Фараби атында Қазақ ұлттық университетінде ұстаздық етуге сарп етті. Жуырда осы оқу орнында ғалым атындағы дәрісхана ашылды. Бұл қуанышты күнді біз ұзақ күттік, шын айтқанда. Бейсекең дүниеден өткеннен кейін бұл әңгімелер айтыла бастаған. Кабинет жасау керек, сосын ана тұрған үйіне мемориалдық тақта орнату керек деген. Бейсекеңнің өзінің сүйікті факультетінде бүгін аудиториясы ашылуы, шынымен де айтқанда Бейсекеңнің шәкірттері ғана емес, Бейсекеңді ұстаз санайтын қазақ интеллигенциясының үлкен мерекесі. Бәріне уақыт төреші. Бірде Бауыржан Момышұлы, жұрт осы мені батыр дейді, сонысы бекерші. Қазақ әдебиетінің тарихын 10 ғасырға әрі жылжытып қойған нағыз батыр, міне деп Бейсенбай Кенжебаев нұсқапты. Бұл ғалымға берілген әділ бақ еді. Аман сау болыңыздар.